Біз мейоз тақырыбына кіріспес бұрын, мен алдымен митоз бен мейозды салыстыра отырып, өте жоғары деңгейлі жалпылама шолу жасағым келеді. Егер сіз митоз жайлы видеоны көрген болсаңыз, біз митоз тақырыбын диплоидты хромосома жиынтығы бар жасушадан бастаған болатынбыз. Диплоидты екенін көрсету үшін 2N деп жазып қоямын. Адамдарда бұл 46 хромосомаға тең. Оның 23-і анадан, 23-і әкеден келеді. Біз 46 хромосоманы 23 гомологты жұп деп те көрсете аламыз. Жасуша цитокинез және басқа да кезеңдерден өткеннен кейін әр қайсысында бастапқы жасушамен бірдей генетикалық ақпараты бар 2 жасуша пайда болады. Сонымен қазір сізде 2 жасуша бар. Олардың әр қайсысында диплоидты хромосомалар жиынтығы бар. Сонымен бұл жерде 2N және мына жерде тағы 2N. Енді осы жасушалардың әр қайсысы дәл осы бастапқы жасуша сияқты қайтадан интерфаза сатысынан өте алады. Жасуша өседі, ДНК мен центросома репликацияланады және олар тағы біршама өседі. Содан кейін әр жасуша қайтадан митоздан өте алады. Сіздің денеңіздің жасушаларының көп бөлігі осылай көбейеді. Осылайша бір жасушадан көбейіп, сіз пайда боласыз. Демек, бұл митоз, бұл бір цикл. Осылардың әр қайсысы митоздан өткеннен кейін қайтадан жасушалық циклдан толығымен өте алады. Ал мейоз кезінде не болады? Мен оны мына жерде бейнелеймін. Мейоз митоздан сәл өзгеше, және ол 2 фазадан тұрады. Біз түсіндіру үшін ең алдымен диплоидты хромосомалар жиынтығы бар жасушадан бастаймыз. Тағы да жасуша интерфаза кезеңінен өтеді, ДНК репликацияланады, содан соң жасуша мейоз 1 деп аталатын фазадан өтеді. Мейоз 1-де жасуша 2-ге бөлініп, оларда гаплоидты хромосомалар жиынтығы пайда болады. Сонымен бізде қазір гаплоидты хромосомалар жиынтығы бар 2 жасуша бар. Яғни біз мына жерге N және мына жерге N деп жазамыз. Егер біз адамға қатысты айтатын болсақ, негізінде ядрода 46 хромосома болады. Ал қазір бұл жасуша ядросында 23 хромосома бар. Бірақ мейоз мұнымен аяқталмайды. Жасушалардың әр қайсысы басқа фазаны бастайды. Және ол митоздағыдай өтіп, мұнда бүтін жасуша 2 еселенеді. Мен сызбалар арқылы көрсетейін. Міне, енді 4 жасуша болады. Және олардың әр қайсысында гаплоидты саны бар хромосомалар бар. Енді олардың бәрі бірдей генетикалық ақпаратқа ие емес. Мейоздың дәл осы бірінші фазасынан өткенін, яғни жасуша хромосомаларының диплоидтан гаплоидқа ауысатын кезеңді мейоз 1 деп атаймыз. Мейоз 1. Мұнда біз гомологты жұптарды бөліп жатырмыз. Осылайша мына бір жасушадағы хромосомалардың кейбірі әкеңізден, ал қалғандары анаңыздан келген. Ал мына жасушада да дәл осындай. Мұндағы кейбір хромосомалар анадан, ал кейбіреулері әкеден келген. Бұл жасушалардың гомологты жұптары кездейсоқтық түрде бөлінген. Енді мейоз 2 сатысына, яғни мейоздың 2-ші фазасына өтеміз. Бұл митозға өте ұқсас болады. Бірақ қазір гаплоидты хромосомалар жиынтығымен басталатын жасушалар туралы айтып отырмыз. Біз мейоздың цикл емес екенін түсінуіміз керек. Және бұл өте маңызды. Мына жасушалар гаметалар деп аталады. Олар жыныстық жасушалар. Қазір бұл гаметаларды ұрықтандыруда қолдануға болады. Егер сіз ер адам болсаңыз, гаметалар аталық жыныс безіңізде болады. Және оларды сперматозоидтар деп атаймыз. Егер сіз әйел болсаңыз, гамета сіздің аналық жыныс безіңізде болады. Және оларды жұмыртқа жасушалары дейміз. Егер бізде гүл болса, онда оның гаметалары аталық немесе аналықта болады. Гаметалар ұрықтандыру үшін қолданылады. Ұрықтанған жұмыртқа пайда болу үшін 2 ағзаның гаметалары қажет. Ол содан кейін митозға ұшырап, мүлдем жаңа организм пайда болады. Сонымен бұл жерде цикл жоқ. Дегенмен жыныстық жасушалар басқа ағзадағы жыныстық жасушаларды тауып, олармен бірігеді. Яғни олар біріккен соң жаңа бір организмге айналып, өмір циклі қайтадан басталады. Бірақ бұл бірнеше рет қайталана беретіндей митоз емес. Жыныс жасушалары соматикалық жасушалардан өзгеше. Енді бұл денеміздің қай жерінде болады? Бұл туралы біз алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз. Мына жерде сіздің соматикалық жасушаларыңыз бар. Олар яғни сіздің денеңіздің негізгі бөлігін құрайды.
Ал мейоз қайда болып жатыр? Ол жыныс жасушаларында болып жатыр. Айтып өткеніміздей, егер сіз еркек болсаңыз аталық безде, әйел болсаңыз аналық безде болады. Ал жыныс жасушалары диплоидты хромосомалар жиынтығы бар басқа жыныс жасушаларын түзу үшін митозға ұшырайды. Немесе гамета түзу үшін, яғни гаплоидты хромосомалар жиынтығы бар сперматозоидтар немесе жұмыртқа жасушаларын түзу үшін мейозға ұшырайды. Біздің каналымызға жазылып, бұл видео жайлы сұрақтарыңызды комментарийде қалдырсаңыз болады. Біз сұрақтарыңызға қуана жауап беруге дайынбыз.